Сәлем, менің каналыма қош келіпсіз. Дәл осындай тәтті оригинал рецепттер үнемі сізге көрініп тұру үшін менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен нағыз Рафаэлло тортын жасайтын боламыз. Өте деген корждары да, начинкасы да өте дәмді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын өлшеп дайындап аламыз. Жұмыртқа, кокосовый стружка, ұн, сұйық май, разрыхлитель қажет болады. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқаны салып, қантымызды аз-аздан салып отырып миксерлейтін боламыз. Ағарғанша, яғни аппақ көбік болғанша, жай скоростан бастап жоғарғы скоростқа дейін миксерлейтін боламыз. Міне біздің жұмыртқамыз дайын болды. Сосын сұйық майды құйып, тағы да жай скоростта 1-2 рет миксерлеп жіберсек жеткілікті. Сосын көп миксерлеп жібермеңіздер, біздің жұмыртқамыз басылып қалады. Кокосовый стружканы да саламыз, 1-2 рет миксерлеп, сосын ұнға қопсытқыш, яғни разрыхлительді қосып, 2-3 рет бөліп отырып, жай скоростта миксерлейміз. Біріккенше миксерлесек жеткілікті, көп миксерлеп тастамаңыздар, жұмыртқа басылып қалып, бисквиттер дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Міне осылай біріккенше миксерлеп алсақ жеткілікті. Сосын лопатканың көмегімен, таяқшаның көмегімен немесе араластырып, біздің қамырымыз дайын. Міне осындай сұйықтықта қамыр шығады. Ал енді форманы дайындаймыз. Менде форма 22 диаметрлі форма, 22 немесе 23 диаметрлі формадан бізде 3 корж шығады. Дәл осылай теңде 3 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Мен көз мөлшерімен осындай 1 коржтыкін алдым. Дәл осылай тағы да 3 корж шығады. Қызып тұрған пеште 180-170 градуста, міндетті түрде қызып тұрған пеште 15 минут шамасында пісіріп аласыздар. Қатты қызарып кетуі қажет емес, осындай сарғыш болып піссе жеткілікті. Тіс шұқығышпен байқап қарасаңыздар да болады. Біздің корждарымыз әбден суыды, ал енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін вафельный крошка, ерітілген ақ шоколад және де миндальды бөліктерге бөліп қолданамыз. Мен миндальдың орнына дәл осы кезде орехты қолдандым. Негізі рецепт бойынша миндальдың болғаны дұрыс. Барлығын біріккенше осылай жақсылап араластырып начинкасын дайындап аламыз. Ал енді кремін жасаймыз. Крем жайлы толық видео менің YouTube каналымда бар. Видеоны көрсеңіздер болады. Салқын сливки 33-35% болуы қажет. Кішкене көтерілгенше миксерлеп алдық. Ыдыстың миксер, ыдыс барлығы таза құрғақ болуы керек. Сосын сахарный пудра және творожный сырды қосып, тағы да миксерлейміз. Міне біздің креміміз дайын, кәдімгі барлық торттарға кететін крем-чиз ғой, былайша алғанда. Ал енді тортымызды құрастырамыз. Осындай кальций болса кальций, кальций болмаса міндетті емес. Бірінші қабатына кремнен соң дәл осы крем бізге 3 қабатқа жететін болуы керек. Ал начинканы тең жартысын саламыз бірінші. Тең жартысын салып алып, тегістеп барлық шетіне бірдей болуы керек начинка. Начинка міндетті емес, тек начинкасыз да жасай берулеріңізге болады. Ал келесі коржтан кейін тағы да крем, сосын қалған начинканы да теп-тегіс етіп, бірдей етіп қойып шығамызда, 3-ші коржымызды осылай керісінше етіп қоямын, себебі беті теп-тегіс шығу үшін. Қалған кремді қойып, бетін осылай тегістеп шығамыз. Холодильникке 1-2 сағатқа салып алсаңыздар да болады, теп-тегіс шығу үшін. Менде асығыс болғандықтан бірден кальцийны шештім. Міне осылай жан-жағын барлығын қалған креммен қаптап, тегістеп шығамыз. Міне барлығын тегістеп алдық, ал енді сыртына кокосовый стружкамен қаптайтын боламыз. Теп-тегіс болу қажет емес, бұл Рафаэлло тортына, себебі кокосовый стружкамен қаптайтын болғандықтан шетінде, барлық шетінде крем болса жеткілікті, себебі кокосовый стружка барлық шетіне жабысып тұру үшін. Сәндік үшін осындай Рафаэлло шоколадтарын қолдандым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Холодильникке 1 түнге қалдырсаңыздар, корждар деген өте жұп-жұмсақ күшті болып шығады. Өте ерекше дәмді торт. Начинкасыз да жасасаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Умида, астарыңыз
дәмді болсын.